Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр. Бүгін осындай дәмді лимонный пирогын жасайтын боламыз. Осындай қыстың суық уақытында шаймен күштілеп ішіп отырғанға өте таптырмайтын дәмді пирог болады. Бізге ол үшін керек 200 грамм сливочный масло, 200 грамм қант, 3 жұмыртқа, 1 пачка разрыхлитель, 300 грамм ұн және 1 лимон қажет болады. Ыдысқа 3 жұмыртқамызды жарып аламыз да, үстіне 1 кесе қантымызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Жұмыртқа мен қантымыз қою ақ көбікке айналғанша миксермен соғып аламыз. Ол шамамен 2-3 минут уақыт алады. Одан кейін үстіне сары майымызды салып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін келесі кезек лимонға кірісеміз. Лимонды терканың ұсақ жағынан немесе менікі сияқты осындай орташа тесігінен теркадан өткізіп алуымыз керек. Тек қана қабығын ғана жасап аламыз. Міне осындай корочкаларды жасап шығарғаннан кейін оны тестаға араластырамыз. Лимонның сырты піскен уақытта керемет күшті иіс береді және керемет күшті дәм береді. Ендігі кезек біздің ұнымызда ұнға разрыхлительді салып, аздап екеуін бірге араластырып жібереміз де, ұнымызды бірден салмай, аз-аздан салып отырып миксерлейміз. Онда асықпай мұқият араластырып алыңыздар. Бірінші салған ұн толық массамен араласқаннан кейін ғана екіншісі жартысын саламыз. Менің каналымдағы рецепттер сізге ұнап жүр деген сенімдемін. Парақшама тіркеліп, лайк басып, және де құрбыларыңызға тарата жүріңіздер. Сіздерді алда әлі жақсы рецепттермен қуантамын деген үміттемін. Миксер әзер айналатындай қою тесто шығу керек бізде. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай қасықтан құламайды. Енді формаға пергамент қағазын немесе сұйық маймен майлап алып, тестамызды орналастырамыз. Менде форманың диаметрі 24 сантиметр. Егер сіз биік болып шыққанын қаласаңыз, одан да кішкентай формаға салғаныңыз жөн. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойып, тестамызды салып, 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне осындай дәмді пирогымыз пісіп шықты. Ас болсын.